Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда сурдо аудармашы Самалжан Темір және мен Талғат Қалман. Пәкістанның Белуджистан провинциясындағы ауруханалардың бірінде жарылыс болып, 55 адам ажал құшты, 100-ге жуығы жараланған. Соңғы мәліметтерге қарағанда жарылыс жергілікті заңгерлер қауымдастығы президентінің қазасынан кейін болған. Оның мәйітін Кветта қаласындағы ауруханаға келгенде заңгердің жергілікті әріптестері мен тілшілері ере келген. Сол кезде жарылғыш іске қосылған. Олардың бір қатары қаза тапты. Әзірге қастандықты аймақтағы ешқандай лаңкестік топ мойындаған жоқ. Оңтүстік Корея аумағында зымыранға қарсы жүйені орналастыру төңірегіндегі дау-дамай ушығып келеді. Бұл ұсынысты жақтайтындар мен оған қарсылық білдіргендер бір шешімге келер емес. Оппозициялық партиядағы 6 депутат биліктің қарсылығына қарамастан Пекинге жол тартты. Ондағы мақсат Қытаймен арадағы қарым-қатынасты жақсарту. Алайда парламентшілердің бұл әрекетін ел президенті Пак Кын Хе сынға алды. Айта кетейік, америкалық зымыранға қарсы жүйені өз аумағына орналастыру туралы Сеулдің жоспары екі ел арасындағы байланысқа нұқсан келтірді. 국가 안보와 관련된 문제에 대해서는 Халықтың сеніміне ие болған саясаткерлер ішкі жағдайды ушықтырмай, әсіресе ұлттық қауіпсіздік мәселесі туындаған кезде екі партия негізінде бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істеуге міндетті. Естеріңізге сала кетейік, Сеул солтүстік Кореядан төнген ядролық қауіптен сақтану үшін Вашингтонмен осындай келісімге келді. Ал Қытай тарапы зымыранға қарсы жүйе керісінше аймақтағы тұрақтылыққа зардабын тигізеді деп отыр. Дегенмен бұл кешен оңтүстік Кореяның қай жерінде орналасатыны әзірге белгісіз. Түркияның алып шаһары Стамбулда 1 миллионнан астам адам жиналған бейбіт шеру өтті. Еникалы ауданына жиналған жұртшылық қазіргі билікке қолдау білдіріп, 15 шілде күні елде әскери төңкеріс жасамақ болғандарға қарсылығын көрсетті. Бұл шеру Түркия билігін қолдау үшін соңғы 3 аптада өткен түрлі шаралардың ең ауқымдысы болды. Мұнда жиналған миллионнан астам түрік президент Реджеп Тайып Ердоған мен отан үшін жан беруге дайынбыз деп ұрандатты. Бейбіт шеруге елдегі Күрдістан жұмысшылар партиясының өкілдерінен өзге барлық саяси одақтар шақырылған. Халыққа рух беріп, бірлікке шақырған шараға президент Реджеп Тайып Ердоғанның өзі де қатысты. Біз президент пен үкіметті әрқашан қолдайтынымызды көрсетуге тиіспіз. Өйткені үкімет біздің елімізді басқарып отыр. Қиын қыстау күнде өзіміз таңдаған басшыларға демеу болуымыз керек. Сондықтан да 15 шілдеден бері еш жасқанбай алаңға шығып жүрміз. Sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara değil. 15 шілдеде болған жағдай жан-жағымыздағы ала көздерге біздің экономикалық, дипломатикалық тұрғыда мықтылығымызды ғана емес, әскери зымияндыққа да қарсы тұра алатындығымызды да көрсетті. Тәуелсіз мемлекет ұлт ретінде болған жағдайды егжей-тегжейлі зерттеп, мұны қолмен жасағандармен қоса, оның артында тұрған күштердің кім екенін және олардың қандай арам ойлары бар екенін білуіміз керек. Президент әскери төңкерістің ұйымдастырушысы ретінде ақшта тұратын уағызшы әрі қоғам қайраткері Фетхулла Гүленді айыптады. Осыдан кейін Вашингтондағы Ердоғанның жақтастары Ақ үйдің алдына жиналып, Гүленнің Түркияға экстрадициялануын талап еткен. Ал ақш президенті Барак Обама Гүленді экстрадициялау мәселесі қалыпты жағдайда қаралатынын мәлімдеді. Ал Гүлен өзіне тағылған айыптардың бәрін жоққа шығарып отыр. Дегенмен әскери төңкеріс жасауға талпыныстан кейін тергеушілер оның жақтасы деген күдікпен бірнеше адамды қамауға алды. Біз Гүленнің опасыз әрекеттерін, оның Түркия мемлекеті мен халқына қандай зиян келтіргенін бүкіл әлем білсе дейміз. Ел алдында сөз сөйлеген Реджеп Тайып Ердоған, егер өлім жазасы туралы заң парламентте мақұлданатын болса, ешқандай қарсылық білдірмей оны қабылдайтынын мәлімдеді. Осы шеруге елдегі барлық саяси партиялардың өкілдері қатысып отыр. Олардың әрбіреуі ел билігі халықтың қолында екенін жақсы біледі. Ал азаматтарымыз өлім жазасының қабылданғанын қаласа, мәселе ұлттық жиында талқыланады. Егер парламентте мақұлданса, мен кедергісіз қабылдаймын. Өлім жазасы туралы заңның қабылдануы мүмкін екенін бұған дейін Ердоған 17 шілде күні мәлімдеген. Іле-шала Еурокомиссар Жан-Клод Юнкер, егер Түркия өлім жазасы туралы заңды қабылдайтын болса, арадағы барлық келіссөздерді тоқтататынын жеткізді. Еске сала кетейік, 15 шілдеде Түркияда әскери төңкеріс жасалмақ болды. Бірақ үкімет әскері қауіптің бетін қайтарды. Қақтығыс кезінде 290 адам ажал құшып, 1000-жарымнан астамы жараланған. Талғатбек Абдуғожаев, Жадыра Жадина, 24 KZ.
ақш-тың Чикаго қаласында қара нәсілді жеткіншекті атып тастаған полицияның әрекетіне қарсы ереуіл өтті. Наразылықтарын білдіруге жүздеген адам шыққан. Дені афроамерикалықтар. Әуелі қала көшелерімен жүріп өткен ереуілшілер кейін алаңға жиналып тәртіп сақшыларының күдіктіні тұтқындау кезінде оқ атпауын талап етті. Ереуіл көлік ұрлап қашпақ болған 18 жастағы Пол О'Нилді полицияның атып тастаған туралы бейнероликтің көпшілікке тарап кетуінен кейін басталған. Ал оққа ұшқан жеткіншек оқиға орнында қаза тапты. Оған қару кезенген тәртіп сақшысы қызметін асыра пайдаланды деп айыпталып, жұмысынан қуылған. ақш-та әлемдегі ең биік су сырғанағынан төмен қарай құлдилаған жасөспірім опат болды. Төтенше жағдай Канзас-Ситидегі балалардың көңіл көтеру паркінде болған. Қайғылы оқиғадан қаза тапқан Конгресс депутатының 10 жастағы ұлы. Бүлдіршін биіктігі 51 метрлік сырғанақтан құлдилаған. Әзірге оның өліміне не себеп болғанын полиция өкілдері де, дәрігерлер де ауыз ашып ақпарат айтпай отыр. Осыған байланысты аквапарк 2 күнге жабылған. Істің ақ-қарасы тексерілуде. Шығыс Қазақстанда облыстық әділет департаментінің сот актілерін орындау бойынша Жаңасемей аумақтық бөлімінің басшысы ұсталды. Аға сот орындаушы Дүйсеғұлов Қазақстаннан шығуға қойылған шектеуді тездетіп алып тастау үшін белгілі бір азаматтан 160 мың теңге көлемінде пара алған. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро қызметкерлері Қостанай өңірінде Меңдіқара аудандық ішкі істер бөлімі басшысының жедел істері жөніндегі орынбасарын қолға түсірді. Полицей өз қызметін асыра пайдаланып, адамдарды алдап арбаумен айналысқан. Тәртіп сақшысы қылмыстық жауапкершілікке тартпаймын деген желеумен жеке тұлғадан 300 мың теңге ақшасын алған. Қазір күдіктілер өз кінәларын мойындап отыр. Еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасында таңғы және күндізгі сессиялардың қорытындысы бойынша 1 доллардың орташа бағамы 348 теңге 35 тиынды құрады. Жалпы сауда-саттық көлемі 71 миллион доллардан асқан. Оған валюта нарығының 26 мүшесі қатысты. Астанада жас сарапшыларға арналған екінші жазғы мектеп жұмысын бастады. Бұл шараға қатысушы өтініш білдірген 100-ге жуық жас маманның ішінен арнайы 20 адам іріктелді. Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырып отырған оқудың биылғы тақырыбы ұлттық және аймақтық қауіпсіздік. Осы мәселе бойынша еліміздің белгілі сарапшылары және Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті, қауіпсіздік кеңесі мен президент әкімшілігінің өкілдері дәріс оқиды. Басты мақсат жастар мен аға буын арасын байланыс орнату. Өткен жылы бізге жазғы мектепке қорғаныс министрінің өкілі, сыртқы істер министрінің өкілі қатысқан болса, ол кезде Украина мәселесі қызықты болды. Биыл радикализм, терроризм мәселелері алдың қатарға шыққаннан кейін бізде мысалы биылғы программада терроризм мәселесі бойынша шетелдік сарапшылар, сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік кеңесінің жауапты қызметкерлері келіп өз көзқарастарымен бөліседі. Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары кәсіби медиаторлардың көмегіне жиі жүгіне бастады. Өткен жылы өңірде 110 мыңнан астам іс қаралса, соның 2 мыңы бітімге келген. Ал жыл басталғалы 770 азаматтық істе татуластыру жұмыстары қолданылған. Бұл туралы бүгін Шымкентте парламент мәжілісінің депутаты Сауытбек Абдрахмановтың облыстық этномәдени бірлестік мүшелерімен кездесуі барысында айтылды. Онда жұртты ынтымаққа шақырып, әрбір істі байыппен қарап, татулықты көксейтін медиация заңының орындалуы сөз болды. Бүгінде облыс аумағында 106 медиация кабинеті жұмыс істеп тұр. Оларда кәсіби деңгейі биік 43 медиатор қызмет атқаруда. Олар түрлі даулы мәселенің оң шешімін табуына ықпал етуде. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері медиация қызметі тараптардың дер кезінде бір шешімге келіп, елді ынтымаққа бастайтын жетекші институт болатынына сенімді. Екі жақтың да тараптарды бір межеге келтіріп, ортасында достықты, ағайындершілікті, басқа да жағдайларды өздерінің жаңағы жүргізіп атқан жаңағы өздерінің бизнесі болса, оны да сақтап қалуға мүмкіншілік береді. Сондықтан медиация бұл бүгін негізгі мақсаттары бітімгершілік, жаңағыдай қоғам болғаннан кейін, адамдардың арасы болғаннан кейін, ұлттардың арасы болғаннан кейін, әйтеуір қоғамда кемшіліктер болып тұрады. Соны шешудің оң, тиімді әдіс ретінде пайдалануымыз керек. Медиация, медиаторлық қызмет, оның ішінде өмірде болып отыратын кейбір келеңсіз құбылыстарға орынсыз этностық сипат бермеу, сотқа жеткізбей шешуге болатын мәселелерді шешу, келісімге келтіру, кешірімге келтіру жөнінде
ассамблеяның мүшелері атқаратын жұмыс көп екендігі айтылды және осы қуантады. Абай Құнанбаевтың туғанына 171 жыл толуына орай Абай әлемі және біз тақырыбы аясында кеш өтті. Шараға Хәкім Абайдың өлеңдерін жатқа білетін әрі мәнерлеп оқитын әртүрлі жастағы адамдар қатысты. Қалалық тарихи мәдени мұра нысандарын және ескерткіштерді сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі дирекция мамандарының айтуынша, ақын ойшыл Абай Құнанбаевты алғаш рет еске алу кеші 1914 жылы Семейдің зиялы қауымдарының ұйымдастыруымен өткен. Абай ушел из жизни в 1904 году. Абай 1904 жылы қайтыс болған, ал оны еске алу кеші 1914 жылы Семейдің зиялыларының ұйымдастыруымен өткен. Араға 100 жыл салып, аймақтың шығармашыл тұлғалары мұрағаттағы құжаттарға сүйене отырып еске алу кешін қайта жаңғыртты. Айта кетерлігі, Абайдың құрметіне әлемнің бірқатар қалаларында ескерткіштер қойылған. Абай Құнанбаев, әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап да бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Риодағы жазғы Олимпиада ойындарының 3-ші күнінде Қазақстанның бірнеше спортшысы бақ сынайды. Атап айтсақ, нысана көздеудің таңғы бағдарламасында Юрий Юрков пневматикалық мылтық атудан іріктеу сындарына қатысады. Садақ тартуда Сұлтан Түзелбаев және Луиза Садиева жекелей жарыста өнер көрсетеді. Екеуі де бәсекені 1-32 финалдан бастайды. Жеңіске жеткен жағдайда кесте бойынша өрлеп отырады. Академиялық еске кесуде 2-1 спортшымыз тіркелген, олар Светлана Германович және Владислав Павлов. Таеквондошы Дидар Хамзада Олимпиада ойындарындағы жекпе-жектерін өткізеді. Дидар 73 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде екенін естеріңізге сала кетейін. Астана уақыты бойынша кешкі 10-нан 10 минут кеткенде су спорты түрлеріне жататын байдаркада Екатерина Смирнова жарыс жолына шығады. Боксшылардың кешкі сессиясында Біржан Жақыпов және Жәнібек Әлімханұлы мен Василий Левит рингке шығуы тиіс. Ауыр атлеттер 62 келіге дейінгі салмақ дәрежесі бойынша медальдарды сарапқа салады. Қазақстан атынан Фархат Харки тіркелген. Оңтүстік Кореяда аяқталған кезекті Азия біріншілігінде қазақ елінің файтерлері қомақты табысқа кенелді. Аралас жекпе-жекте біздің 7 спортшы жүлдеге ілінді. Соның 5-еуі алтын. Жерлестеріміз тағы 2 салмақ дәрежесінде күміс медаль иеленді. Ал көшпенділер айқасында 3 жекпе-жекте мерейіміз үстем болды. Оңтүстік Кореядан тілшіміз баяндайды. ММА сайыстарының тарихында мұндай табыс бұрын соңды болмапты. Қазақ елінен барған команда толық құрамда финалда өнер көрсетті. Қарсы келгендерді түгел ұтқан жерлестеріміз 5-1 салмақ дәрежесінде топ жарды. 5 алтын медаль. Бұл жеңіске біз осы қазақ елінен үлкен жүк артып келдік. Біз осы жеңіске дайындықпен келдік. Менің жаттықтырушылар бар маған көмектескен. Барлығына рахмет. Қазақ елі құтты болсын. Қарсыластың бәрі осал ма, әлде біздің жігіттердің шоқтығы биік пе? Финалдық жекпе-жектер ұзаққа созылған жоқ. Қарсыластарын санаулы минуттарда сұлатып, файтерлеріміз жеңіске бастайтын жолды тап басып жатты. Алда енді біздің спортта осы смешный единоборствоны кіргізсе Олимпиадаға, бұйырса Олимпиадада да шығамыз. Және бәрі біздің Қазақстан еліне, сол Олимпиадада жүрген Риодағы бәріне сәттілік, алтынды көбірек алып келсін енді. ММА жарысы өткеннен кейін көшпенділер айқасының 9-шы турнирі басталды. Мұнда да кілең мықтылар жиналған екен. Қазақстан Оңтүстік Кореямен кездесті. Бабына сенген жігіттеріміздің бағы жанды. Қарсылас біткеннің апшысын қуыратын Абылайхан Қадыржан жеңіске жетіп, Шавкат Рахмоновта кезекті ұпайды қоржынға салды. ММА-ден спорт шебері Сергей Морозовта қарсыласынан басым түсті. Мені дайындады, бір сбордан өттік. Бұндай мүмкіндік бергеніне Қазақстан еліне рахмет. Бұл жеңісім Қазақстан еліне арнаймын, және бүкіл қазақстандық қазақтар және әке-шешем арнаймын. Көп рахмет, Қазақстан еліне қолдап бізді. Рахмет. Назерке Абдрахманқызы, Амангелді Сейтханов, Әйгерім Оразалиева, 24 KZ, Хвасун, Корея. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Келесі сағатта қайта жүздескенше.